Сарымсақ өте пайдалы, бірақ оның ауыр тағамдар қатарына жататынын ұмытпау керек. Сондықтан да балаға сарымсақ беруге бола ма деген сұрақтың туындауы заңды. Алдымен оның пайдасына тоқталайық. Көкөніске жататын бұл тағамның құрамында пайдалы микроэлементтер, В дәрумендер тобы, А, С, Д дәрумендері, фосфор қышқылы, фитостериндер мен фитоцинттер бар. Сарымсақ табиғи антибиотик. Бактерицидті қасиеті болғанмен ішек құрылысына зиянын тигізбейді. Балаға пайдасы бар ма? Ең бірінші пайдасы иммунитетті күшейтеді. Сондықтан да ең алдымен тыныс алу жолдарының жұқпалы вирустармен күресу үшін алдын алу мақсатында қолданылады. Бірақ бала ауырған болса, оны емдеп жазамын деп сарымсақ жегізе беруге болмайды. Дәрігерге қаралу керек. Оған қосымша дұрыс тамақтанбайтын баланың асқа тәбетін ашу үшін де көмегі көп. Сарымсақты балаларға ағзадағы паразиттерден арылу үшін де қолданады. Халық емінде қолданылатын емнің барлығы да бала үшін пайдалы емес. Енді ғана жетіліп келе жатқан жас ағзаға кері әсері де бар. Бала үшін зияны қандай? Біріншіден, сарымсақ ауыр тағам. Оны бірден көп мөлшерде беру баланың асқазан, ішек жолдарына зиянын тигізеді. Оған әлі дайын емес болуы мүмкін. Сондықтан әсіресе емізулі сәбилерге беруге болмайды. Сарымсақ сәбидің асқазан, ішек жолдарының шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Сонымен қатар асқазан, ішек жолдарының созылмалы ауруы бар балаларға сарымсақты беруге болмайды. Екіншіден, сарымсақ аллергия беруі мүмкін. Әр ағзаның әр түрлі екенін ескерсек, сарымсақты беруде абай болған жөн. Сондай-ақ балаға сарымсақты күштеп жегізуге де болмайды. Бала ағзасына стресс пайда болып. 1-1,5 жастағы сәбилерге балғын сарымсақты мүлде беруге болмайды. Содан кейін ғана сарымсақты тағам құрамына қосып үйретуге болады. Онда да арнайы өңдеуден өткізіп, өзге де көкөністермен бірге беруге керек. Мысалы, көкөністерден жасалған езбе, рагу сияқты тағамдарға қосып беруге болады. Бірақ бір күндік мөлшері бір тісшеден аспауы тиіс. Балалар көбіне сарымсақты нанмен жегенді ұнатады, бірақ оны тістеп жеуге тыйым салыңыз. Өте ұсақтап, турап салат пен тағамның тұздығына қосып беру керек. 10 жастан жоғары балаларға сарымсақты күніне 2-3 тісше беруге рұқсат етіледі. Кейде балаларға сарымсақтың дәмі ұнағандығы сонша көп жеп қойып та жатады. Ондайда қадағалаған жөн. Себебі артық мөлшері асқазан ауруына ұласуы мүмкін. Сарымсақтың аллергия беруі мүмкін. Оның құрамында кейбір ағза қабылдай алмайтын компоненттер бар. Сарымсақтан болған аллергияның белгілері бет терісінде және денеде ұсақ бөртпелердің пайда болуы, тыныс алу жолдарындағы ісік, тері тітіркенуі, тыныс алудың ауруы, қан қысымының төмендеуі, анафилактикалық есеңгіреу. Кейбір ағзасы тым сезімтал балаларда сарымсақты жеу кезінде ғана емес, оның иісі де аллергия беруі мүмкін. Аллергияның алғашқы белгілері біліне салысымен тез арада дәрігерге тексеріліп, көмегіне жүгіну қажет.